Сәлем достар, үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әйгерім Дәулетиярқызы. Сұрақ көп, мақсат дөп. Бүгінгі мақсат сіздерге банкомат әдісін ұсыну. Пед идея деп айтсам болады. Дәл осы шаблондарды мен өзім сатып алдым. Сіздерге де бере аламын. Ендеше мұқият қарасаңыздар. Бұл қарапайым PowerPoint-та жасалған. Яғни мына жерде вставьте карту дегенге қазақшаға аударып, картаны қойыңыз, картаны салыңыз, кешіріңіздер, салыңыз деп жазайық. Далияның орнына әрі қарай. Болды. Әрі қарай екінші слайдты басайық. Наберите секретный код дейді. Құпия кодты дейміз, немесе жазыңыз. Құпия санды деп айтуға болады. Далеге әрі қарай. Выберите сумму деп тұр. Жөндейік. Таңдаңыз дей салайық. Выходқа шығу дейік. Енді бірінші сұрақ, ол 500 теңгенің сұрағы. Қазақ тілінде неше септік бар дейді? 7 септік. Біз басқа сұраққа ауыстырып көрейік. Тұңғыш президент кім? Дұрыс жауабын бірден мына жерге жазамыз. Проверка. Тексеру. Снятие денег. Ақшаны шешу. Назад. Выход. Келесі сұрақ. Ол сұрақ 1000 теңгенікі мысалы. Санесім қандай сұраққа жауап береді? Сұраққа қандай дейді? Жақсы, енді көрейік. Слайд-шоу. Сначала. Картаны салыңыз дейді. Картаны басамыз. Әрі қарай. Құпия кодты жазыңыз. Жаздық. Таңдайық. Мысалы, біз жаңа 500 бен 1000-дікін ғана өзгердік. 500 таңдайық. Тұңғыш президентіміз кім? Жауап береді оқушы. Ал біз тексеріп көрейік дейміз. Ақшаны шешеміз. Выходты шығуға өзгерту керек болады. 1000 теңгені таңдаймыз. Снесіміз қандай сұраққа жауап береді? Қандай? Снятие денег. Ақшаны шешу деп өзгертесіздер, әрине бұл жерде артқа қайту. Егер де сіздерге әдіс ұнаған болса, төменде көрсетілген телефон нөміріне хабарласыңыздар. Сау болыңыздар.